өткенге дейін медициналық тексеруден кейін дәрігерлердің өзі таңғалып десек те болады. Әкемнің қант диабеті 2-ші группа болатын. Тексеруден соң қанның толық тазарып, бүйрегіндегі құмдардың жоғалып кеткендігі байқалды. Түйе зарымен емделу қазіргі кезде үлкен ауқымды алып келеді, және ол адамды құлан таза аурулардан айықтырып әкелуіне себеп болды. Мен осы әкемнің нәтижесін көргеннен кейін түйенің зәрін әрі қарай зерттеп, неше түрлі ауруларға ем болатынын анықтап, мен өз ауыл тұрғындарымды емдеп, пайдамды тигізсем деймін. Мен келешекте дәрігер мамандығын таңдаймын. Мен науқастарды емдегенде сауатты өмір салтын қалыптастырып, табиғи ем-домдармен емдеуді пайдаланамын, және бұл менің болашақтағы мақсатым. Менің аты жөнім Мұсабек Рахат Арманұлы. Мен кішкентай кезімнен жаратылыстану пәндеріне өте қатты қызығамын. Соның ішіндегі биология және химия пәндерін сүйіп оқимын. Мен биохимия ілімінде өз атымды қалдырғым келеді. Мысалы, ғылыми жобалар қорғап, өнертабыстар арқылы атымды шығарғым келеді. Тіршіліктегі ең маңызды проблемалардың бірі болып табылатын жылыжай эффектісін шешкім келеді. СО2 газының көп бөлініп ауаның ластануы бұл атмосферадағы проблемалардың бірі. Осы мәселе бойынша мен тарихы тереңде жатқан биогаз қондырғысын ұсынамын. Менің сіздерге ұсынып отырған қондырғымның пайдасы өте көп. Экологиялық жағынан да және экономикадан да. Бұл қондырғының өз еліме пайдасы тиетініне сенемін, және өзім тұратын өңірге және сол жерде тіршілік ететін адамдарға пайдасы тиеді. Мен осы қондырғыны жасап жүрген кезімде әртүрлі адамдардан қолдау келді. Мысалы, Сырдария университетінің профессоры Бегім Серіков маған қолдау білдіріп, ыстық ықыласын бөлді. Және ол өзінің 2014 жылғы Голландияға барып келген іс сапарында сол жерді баяндап берді. Мен осы қолдаудың арқасында өзімнің шарықтау шегіме жетіп, осы қондырғыны жасай бастадым. Мұғалімдерімнен өте көп көмек келді. Мен солардың арқасында осы қондырғыны жасап біттім.